Нөмірі 3 ереже. Жерді отырғызуға дайындау. Топырақты күзде дайындаған жөн. Алдымен тыңайтқыш себіледі, содан кейін топырақ жырылады. Күзгі тыңайтқыш ретінде шымтезек, сабан, қарашірік немесе компост қолдануға болады. Қарашірік пен сабанды ірі қара мал қожалықтарынан азын-аулық ақшаға сатып алуға болады. При отсутствии карты, почвенного плодородия поля рекомендуется вносить на 1 га органического удобрения в норме 20-40 тонн, минеральное в норме азота, фосфора на 75-90, 90 калия, 120, примерно 90-120 до 120 килограмм действующего вещества калия. Нөмірі 4 ереже. Отырғызудың агротехникасын ұстаныңыз. Картоп отырғызу топырағы 7-8 градус температурада қызған кезде жүзеге асырылады. Картоп отырғызудың оңтайлы уақыты 7-10 күннен аспайды. Ең бастысы, картоп отырғызғанда түйнектердің арасын жиілетіп отырғызбау керек. Сіз олай өнімділікті асыра алмайсыз. Өсімдіктер бір-біріне кедергі жасамау керек. Ыңғайлы өсу мен картопты күту үшін оңтайлы көрсеткіштер. Шұңқырлардың тереңдігі 6-8 сантиметрге дейін. Шұңқырлардың арасындағы қашықтық шамамен 10 сантиметр болуы керек. Қатарлардың қашықтығы шамамен 65 сантиметр. Нөмірі 5 ереже. Өсімдіктерге дұрыс күтім жасау. Біріншіден, үнемі суарып отырыңыз, әсіресе гүлдену мен бүршік жару кезінде. Екіншіден, жиі түптеп, қопсытып отырыңыз. Бұл түйнектердің өсуін тездетіп, ұялардың пайда болуын жақсартады. Алдын алу шарасы ретінде сіз бұл аймақты инсектицидтермен емдей аласыз, әсіресе көбелектің немесе колорадо қоңызының белгілерін байқасаңыз. Егер сіз картопты өсіру технологиясының барлық ережелерін орындасаңыз, жоғары өнім жинауға дайын болыңыз. Перед уборкой проводит обязательный агротехнический прием, как удаление и скашивание ботвы, необходимый для ускорения созревания картофеля и повышения качества картофеля, клубней. На продовольственных посадках картофеля скашивают ботву примерно за 7 дней, 5-7 дней до уборки. Уборка картофеля должна быть завершена до наступления среднесуточной температуры воздуха ниже 5 градусов Цельсия. Почва не ниже, если в почве, то не ниже плюс 8 градусов Цельсия. При температуре воздуха ниже плюс 5 градусов Цельсия повреждения на клубнях не залечиваются, что приводит к значительным потерям картофеля при хранении. Жинағаннан кейін картопты кептіріп және қалталау қажет. Барлық бүлінген, кесілген, ауру көкөністер бірден өңдеуге жіберіледі. Қалғаны сатуға немесе сақтауға дайындалады. Картоп плюс 3 градус температурада сақталады. Ылғалдылық 85% болса, шашыратып немесе қаптарда 7 айға дейін сақтауға болады. Сатылым туралы. Картоптың орташа өнімділігі 1 гектардан 16 тонна болса, 5 гектардан 80 тонна алуға болады. Алайда буып түйу кезінде өнімнің 20% жарамсыз болуы мүмкін. Картоптың бағасы 1 келі үшін шамамен 50-60 теңгені құрайды. 1 килограмм үшін 80-90 теңгеден көтерме бағамен бүкіл өнімді сатудан 3.200.000 теңге алуға болады. Табыстылық 50% және одан жоғары болады. Әрине, кез келген бизнес инвестицияны қажет етеді. Егерде қаражатыңыз жеткіліксіз болса, аграрлық несие корпорациясына хабарласыңыз. Төмен пайыздық мөлшерлеме, жеңілдікті кезең, мемлекет тарапынан қолдау, мұның бәрін аграрлық несие корпорациясының Қазақстан бойынша 17 филиалдан ала аласыз.